Тұрғын үй кварталдарының фрагментіне 5 мысал. Бірінші мысал бізде Нью-Йорк қаласында Хай-Лайн Манхэттеннің батыс бөлігінде орналасқан бұрынғы жүк тасымалдайтын теміржол желісінің орнында салынған биіктегі сызықтық парк. Бұл жоба урбанистикалық реновацияның әлемдік символына айналған. Екінші мысал бізде Шанхай қаласында орналасқан Хуанпу өзенінің бойында орналасқан бұрынғы өнеркәсіптік аймақтың заманауи қоғамдық, мәдени және тұрғын кеңістікке айналдырылған ірі урбанистикалық жобасы. Кезекте бізде Хантер Пойнт, Куинс ауданының Итс-Ривер жағалауында орналасқан заманауи парк. Жобалау және дизайн ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, су жағалауымен интеграция, табиғи ландшафт, қауіпсіздік, биік және де қоғамдық кеңістікті айтсақ болады. Келесі кезекте Зуйдас, Амстердам қаласының оңтүстігінде орналасқан заманауи іскерлік және тұрғын аудан. Ауданнан өз кварталым алған идеялар Mixed Use жоспарлау, тұрғын, жұмыс, сервис барлығы қосылған және де көлік тораптарын интеграциялауды алдым. Сапалы қоғамдық кеңістік құру идеясын жоспарға кіргіздім және де қала ішінде қала концепциясын алдым. Хафен Сити, Гамбург қаласының бұрынғы порт аумағында қайта дамытып, заманауи тұрғын, іскерлік және мәдени ауданға айналдырылған Европаның ең ірі урбанистикалық жобаларының бірі болып есептеледі. Ірі жобалардың бірі болғандықтан мен кварталға идеяларды осы жерден алдым. Ең басты өзіме ұнаған екі идея ол көп деңгейлі террасалы қоғамдық кеңістік және де әр кварталға жеке идентичность беру.